Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осы кондитерлік заттарымның жиынын көрсетемін. Бұл заттардың барлығы менде бірден бола қойған жоқ. Аз-аздан уақыт өткен сайын бірден-екіден алып жинақтадым. Ең алғаш кондитерлікті нөлден бастағысы келетін қыздарға қажетті заттардың жиынын қазір мен көрсететін боламын. Ниетің болса, кез келген қиындыққа қарамай барлық істі жасауға болады. Торт жасауға ең қажетті құралдардың бірі миксер. Миксерді таңдаған кезде оның жоғарғы жағында жылдамдығын азайтып көбейтетін регулировкасы барынан алғанымыз дұрыс. Мен осындай қолжетімді түрін таңдадым. Келесісі ас үй таразысы. Бұл таразыны алу міндетті. Себебі барлық тортты жасаған кезде оның әрбір граммын өлшеп салып есептеу маңызды. Келесісі поворотный столик. Тортты жасаған кезде осы столиктің көмегімен айналдырып салып жинаймыз. Бұның да әр түрі бар, өз қалтаңызға қарай қажеттісін таңдап аласыз. Бұл раздвижной кольцо. Бұл қозғалатындықтан диаметрі әр түрлі торттарды жасауға болады. 16 диаметрлік торттан бастап 30 диаметрлік тортқа дейінгі торттарды осы кольцоның көмегімен жасаймыз. Бұл форманың төрт бұрышты, овальный және жүрекше пішінді әр түрлері болады. Ең алғаш торт жасауды бастаған кезде бұл кольцоны алу маңызды. Себебі бұл өте ыңғайлы, торт жасауға өте қажетті құралдардың бірі. Бұларда аса қажетті құралдардың бірі. Лопатка кремді араластырғанға, оны арасына жаққанға қажет. Бұл спатула деп аталады. Спатуланың көмегімен біз торттың бетіндегі кремді тегістейміз. Ал мынау шпатель деп аталады. Шпательдің көмегімен біз торттың шет-шетін, жан-жақтарын тегістейміз. Жалпы шпательдің бойы қысқасы, ұзыны әр түрлісі бар. Бұлар мастикаға арналған молдтар, яғни формалар. Бұлардың 2-3 алсаңыз да болады. Ал мына жұлдызша ол изомальт жасауға да қолданамыз. Уақыт өткен сайын түрін көбейтіп жинай бересіз. Бұл формаларға және де шоколадты глазурлерді де құйып ары қарай жұмыс істей беруге болады. Бұл үшеуі біреуіндегі миксер блендер. Бұларды ас үйде кез келген тағам жасауға қолдануға болады. Және де торттың астына салғанға подложка. Подложканың қатты, қалың, сапалы болғаны өте дұрыс. Одноразовый кондитерлік мешоктар да өте қажетті. Бұлар тортқа аса маңызды емес, бірақ та ас үйде булочка, құймақтар жасауда қолданамыз. Бұл алынбалы-салынбалы форма. Бұны біз пирог жасау үшін қолданамыз.